25 қазан елімізде дәстүрлі түрде республика күні аталып өтіледі. Бұл мереке біздің ортақ күш-жігеріміз бен гүлденген қоғам құруға деген ұмтылысымызды бейнелейді. Әрбір азаматтың сөзбен және іспен елдің тұрақты дамуына үлес қосуға дайын екенін көрсетеді. Осы тұрғыда спорт еліміздің мерейін асырып, абыройын тасытатын бірегей сала. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев спорт пен дене шынықтыру саласының дамуын үнемі басты назарға қойып келеді. Ең алдымен ұлттың жаны таза, санасы сау болуға тиіс. Спортшылар ең алдымен спортпен шұғылдану керек. Ел спортының ертеңін еңселету, ойы сергек, бойы шымыр ұрпақ тәрбиелеу басты міндетіміз. Қазіргі таңда елімізде 4 олимпиадаға даярлық орталығы және 19 олимпиада резервін дайындау орталығы бар. 8 миллионнан астам қазақстандық тұрақты түрде спортпен шұғылданады. Республикада жыл сайын әртүрлі деңгейде 25 мыңнан аса спорттық бұқаралық іс-шара тұрақты түрде өткізіледі. Оған 1 миллионнан астам адам тартылады. Биыл біздің спортшылар әлемдік деңгейдегі бәсекелерде ел мәртебесін асқақтатып, жақсы нәтижеге қол жеткізді. Парижде өткен 33-ші жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы 1 алтын, 3 күміс, 3 қола жүлдеге ие болды. Паралимпиада ойындарында рекордтық нәтиже көрсетіп, 2 алтын, 3 күміс, 4 қолаға ие болды. Ел спорты тарихындағы тағы бір айтулы іс-шара биыл елордамызда өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары. Бұл додаға 90-ға жуық мемлекеттен 2,5 мыңнан астам спортшы қатысып, 21 спорт түрінен 97 медаль жиынтығын сарапқа салды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының түркі әлемінің алтын бесігі, қазақ жерінде жалауын желбіреткені біз үшін зор мәртебе әрі шын мақтаныш болды. Бұл жетістіктер мемлекетіміздің спорт саласына бөлетін ерекше көңілі мен осы салада ерен еңбек сіңірген аға буынның, жаттықтырушылар мен мамандардың, спортшылардың еңбегінің жемісі деп білеміз.